достар, 6-шы есепті шығарамыз. Амалдарды орындау есебі берілген бірінші есептен бастайық. Қарап отырсаңыздар, есепте аралас сандар бар, үтірмен берілген сандар бар, яғни әртүрлі сандар беріліп тұр. Ол үшін ең бірінші біз мынаның барлығын жай бөлшектерге айналдырып аламыз. Жазамыз, бірінші жақшаның ішінде аралас санды жай бөлшекке айналдырайық. Ол үшін астындағы бөліміндегі 6 деген санды жазып аламыз. 6-ны 5-ке көбейтеміз 30, оған үстіндегі 5-ті қосамыз 35. Плюс келесі астындағы 9-ды жазып аламыз бөлімдегі. 9-ды 8-ге көбейтеміз 72, оған 2-ні қосамын 74. Жазып қояйық. Ары қарай бөлу. Мына 25,3-ті жай бөлшекке айналдырайық. Ол үшін бөлек мына жерге есептейтін болсақ 25,3. Аралас санды жай бөлшекке айналдыру үшін астындағы 10-ды жазып қоямын. 10-ды 25-ке көбейтемін 250, оған 3-ті қосамын 253. Яғни 25,3-тің орнына мен 10-нан 253-ті қоямын. Так, ары қарай. Минус. Мына жерде 9-ды жазам. 9-ды 3-ке көбейтемін 27, оған 1-ді қосамын 28. Плюс 1,5. Мұны, в принципе, өздеріңіз білесіздер, 1,5 деген ол 2-ден 3-ке тең. Бөлемін 27 бөлу 28. Так, мінекей біз барлығын жай бөлшектерге айналдырып шықтық. Енді біз бұларды есептеуге көшеміз. Так, ең бірінші біз мына жақшаның ішінде тұрған амалды орындау керекпіз. Жақшаның ішінде тұрған амалды орындау үшін ортақ бөлімге келтіреміз. 6 мен 9-ның ортақ бөлімі 9 бола алмайды. Сондықтан үлкенін аламыз. Үлкені 9 болса, 9-ды 2-ке көбейтсем 18. 18 ортақ бөлімі бола алады, себебі 18 6-ға бөлінеді. 18-ді 6-ға бөліп, толықтауыш көбейткіші мына жерде 3-тен келеді, мына жерде 2-ден келеді. Енді 35-ті 3-ке көбейтсек, мен калькуляторды алайын. 35 көбейту 3, 105 болады екен. Плюс 74-ті 2-ке көбейтем. 148. Жақшаны жабамыз. Ары қарай бөлу амалы. Бөлу амалын бірден бөлшекті бөлшекке бөлгенде көбейту керек екенбіз білеміз ғой. Бірден көбейтуге алмастырайық, достар. Көбейтеміз, яғни мына жерден бірінші бөлшек шығады менде. Мынау екінші бөлшек. Екінші бөлшекті не істейміз? Оларын ауыстырамыз. 253 астына 10-ды үстіне жазамыз. Ары қарай минус. Оларды пока жазып қоямыз. Минус 28 бөлу 9. Ары қарай плюс. Енді 2-ден 3-ті 28-ден 7-ге бөлеміз. Ол үшін 2-ден 3-ті жазып қоям. Бөлудің орнына көбейтуді жазам. 28-де 7-ні орнына ауыстырам. 28 үстіне 27 астына. Так, енді ары қарай бізде кішкене ықшамдалып келе жатыр. Мына жақшаның ішіндегі есептеме 105-ке 148-ді қосайық. Плюс 148. Ол бізде 253 болады. Так, значит, менде жоғарыда 253 бөлемін 18-де. Көбейтемін 10 бөлу 253. Ары қарай дізіп қояйық. Минус 28 бөлу 9 жаза тұрам. Плюс мына жерде қысқартамыз көбейтуде. 2 мен 28 қысқартамын 14 болады. Мына жерде 1. 3 пен 27-ні қосам, мына жерде 9, мына жерде 1. Так, енді не шықты бізде? 1-ді 14-ке көбейтем 14, 1-ді 9-ға көбейтем 9. Так, қараңыздар, достар, түсініп жатырсыздар ғой, амалдарды. Оның алдындағы есептерді де айттым, көбейту, бөлу амалдарды ең бірінші орындалып, мына жерде бізде жақша бар. Сондықтан бірінші жақша, одан кейін көбейту, бөлу, одан кейін уже қосу, азайтуларды орындаймыз. Сондықтан мына жерде біз көбейтуді бірінші орындап жібердік. Енді менде не бар? Көбейту минус плюс бар. Бірінші көбейту кетеді. Қысқартамыз 253 пен 253 қысқартады. 18 пен 10-ды 2-ке қысқартады. Мына жерде 5, мына жерде 9 болады. Сонда 1-ді 5-ке көбейтем 5 бөлу 9 шықты. Ары қарай минус 28 бөлу 9 плюс 14 бөлу 9. Ортақ бөлімі қараңыздар оп-оңай. Астында барлығы 9 тұр, сондықтан общий ортақ бөлігі 9 болады да, үстіндегілерін жазамыз. 5 минус 28 плюс 14. Так, енді есептейік. 5-ке 14 қосайық 19, одан 28 алып тастайық, минус 9 болады. Минус
9 бөлі 9. Сонда менде жауабы минус 1 шықты. Келесі екінші есепті шығарайық. Бұл жерде де дәл осылай жай бөлшектерге айналдыратын боламыз. Бірінші 117-де 5-ті 10-нан 5-ті жай бөлшекке айналдырайық. Мына жерде 10 мен 5-ті қысқартамын 2-де 1. Сонда 117,2-де 1 болады. Ары қарай айналдырсақ 2-ні жазып қоямыз. 2-ні 117-ге көбейтем. 234, оған 1-ді қосам 235 шықты. Яғни мына 117,5-тің орнына мен жазамын 235 бөлу 2-ні. Так, ары қарай көбейтемін 4 бөлу 47-ні әзірге жазып қоямын. Ары қарай минус 11,3-тен 2-ні тоже ауыстырамыз. 3-ті жазып қоямыз. 3-ті 11-ге көбейтем осы 3, оған 2-ні қосамын 35 болады. Плюс жақшаның ішіндегі тоже 25-ті жазып қоямын. 25-ті 10-ға көбейтем 250, оған 2-ні қосам 252. Минус 15. 15-ті 8-ге көбейтем 120, оған 7-ні қосам 127. Так, ары қарай бөлу 11 бөлі 45 бар. Біз білеміз, бөлшекті бөлшекке бөлгенде көбейтумен алмастырылады. Бірден алмастырып жіберейік. 45-ті жоғарыға, 11-ді астына жазамын, яғни сіздер ережені білесіздер, бөлуді көбейтумен алмастырамыз да, екінші бөлшектің орнын ауыстырып жібереміз. Мына қараңыздар, біздер жай бөлшектерге алмастырып шықтық. Енді ары қарай шығара беруге болады. Так, бірінші бізде мына көбейту бөлулер кетеді. Содан кейін жақшаның іші кетеді. Параллельно шығара берейік. Бірінші көбейтуді шығарайық. Мына жерде 235 пен 47 бөлінеді ме екен, қысқарады ме екен, көрейік. 235 бөлу 47 5-ге қысқарады екен. Яғни 235-ті 47-ге бөлсек 1, мына жерде 5 болады екен. 2 мен 4-ті қысқартайық, мына жерде 2, мына жерде 1 шықты. Жазайық. 5-ті 2-ге көбейткенде 10, астында 1 қалды. Астында 1 қалды. Так, яғни 10-ның өзі қалды деген сөз. Ары қарай минус 35 бөлу 3-ті жазып қоямын. Плюс кетеміз. Жақшаның ішін шығарайық. Жақшаның ішінде ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі бізде ең үлкен аламыз 25. 25-ті 2-ге өтем 50, 50 15-ке бөлінбейді. Значит 25-ті 3-ге көбейтем 75, 75 15-ге бөлінеді. 75-ті 25-ге бөлсем толықтауыш көбейткіші 3, 15-ге бөлсем 5-тен келеді. Так, 252-ні 3-ге көбейтейік. 756 болу керек, по-моему. Калькуляторда 252-ні 3-ге көбейтейік. 756. Минус 127-ні көбейтем 5-ге. 635. Так, астында ортақ бөлімі 75. Ары қарай көбейтем 45 бөлу 11. Так, кеттік ары қарай. Менде не бар? 10 минус 3-тен 35. 10 пока есептемейміз, достар, жазып қоямыз. Себебі бізде мына жақша біткен жоқ, сосын мына көбейту болу керек. Содан кейін барып уже плюс минустарды орындаймыз. Мына жерде 756-тан 635-ті алып тастасам, менде 120 шығады. Бөлемін 75, көбейтемін 45 бөлу 11. Так, енді қараңыздар, минус плюс көбейту қалды, Бірінші көбейту жүреді бізде. 121-ді 11-де 11-ге қысқарса, мына жерде 11, 11-ден келеді. Мына екені 15-ге қысқартайық, мына жерде 3-тен, мына жерден 5-тен келеді. Ары қарай кеттік. 10-ды жазып қоям. Минус 3-тен 35-ті жазып қоям. Плюс теңде, мына жерде уже ақшандаймыз. 11-ді 3-ге көбейтем 33. Мына жерде 5-ті 1-ге көбейтем 5. Так, уже ақшамдалды. Қараңыздар, мынаның бөлімінде астында 1 тұр деп есептейміз. Мына жерде 3, мына жерде 5. Ортақ бөлімі не болады? Оп-оңай беріліп тұр, көрініп тұр уже. Ортақ бөлімі 3 пен 5-тің көбейтілсін 15 келеді. Сонда мына жерде тоқтауыш көбейткішіне 15, мына жерде 5-тен келеді, мына жерде 3-тен келеді. 15-ті 10-ға көбейтем 150. Минус 5-ті 35-ге көбейтем 175, по-моему, 175. Плюс 3-ті 33-ге көбейтем 99. Так, бұл жерде маған калькулятор керек. 150 минус 175 минус 25, оған қосам 99. 74 шықты. 74 бөлі 15. Так, бұны енді аралас санға, аралас бөлшекке алмастырайық. Сонда 74-ті 15-ке бөлсек, ол 4 бүтін болады екен. 4 бүтін, астында 15-ті жазып қоямын. Енді мына жоғарында алымын табу үшін 4-ті 15-ке көбейтем.
60 шықты, я. 74-тен 60-та 60 тасам, 14 шығады. Келесі үшінші есеп. Бұл жерде де жай бөлшектерге айналдырайық. Бірінші 89 бүтін 10-нан 8 дегенді айналдыратын болсақ. 8 бен 10-ды 2-ке қысқартам, мына жерде 5-тен 4 болды. Сонда менде бөлімінде 5-ті жазам. 5-ті 89-ға көбейтейік. Так, 89 көбейту 5. Ол менде 445 болады. Оған 4-ті қосамын, 444. 449, то есть, я. Так, значит, 89 бүтін 10-нан 8-дің орнына мен 449 бөлу 5 дегенді жазамын. Так, ары қарай бөлу, мына жерді тоже алмастырамыз. 59 бүтін 10-нан 15-тен 13 дегенді 15-ті жазамын. Так, 15-ті 59-ға көбейтем. 15 көбейту 59. Ол менде 885-ті береді екен. Оған үстіндегі 13-ті қосам. 898 шықты. 898. Так, ары қарай кеттік. 7-тен 3-ті жазам. Плюс 7-ден 3. Минус жақшаның іші. 42. Минус. Бұны былай жасап жіберуге болады. Оңай болу үшін. Мына қараңыздар. Бүтін сан беріп тұр, я? Мына жерде 42. Сосын минус 41 бүтін 49-а 36. Оңай болу үшін, достар, бетейік. Мынаның 1 бүтінін 41 деп алайық. 41. Енді менде 1 бүтіні бар, ол 41. Оған 1-ді қоссам 42 болады, я? Сол 1 бүтінін мына бөлімін аламыз. 49 бөлу 49 дейміз. 41 бүтін 49 бөлу 49. В принципе, ол екеуі бір, я? 49-ды 49 қосса 1 болады, 41-ге 1-ді қосса 42 шықты, мынаның өзі шықты. Түсінікті ма? Минус 41 бүтін 49-дан 36. Сонда бізде қазір есептегенде ол оңай болып кетеді қазір. Есептің барысында көресіздер. 3 бүтін 5 дегеніміз, ол білесіздер 2-ден 7. 7-ні 2-ке бөлсем 3 бүтін 5, ол жатқа білетін нәрсе, оны қазір есепте отырмай қойып. Так, ықшамдалды ма? Жай бөлшектерге айналдырдық па? Айналдырдық. Ары қарай кеттік. 449 бөлу 5-ті жазып қоямыз. Бөлшекті бөлшекке бөлу. Бөлуді көбейтумен алмастырам. Екінші бөлшектің орнына ауыстырам. 898 астына, 15 үстіне. Плюс, ары қарай кеттік. 7-тен 3. Минус. Енді қараңыздар, қызық. Қызықты қараңыздар, е? 41-ден 41-ді алып тастасам не болады? 0. Бүтін, жоқ бүтін. Енді астында 49, е? Екеуі де бірдей, ол 49 бөлімі. Жақшаны ашпасақ та болады. Бірден есептейміз. Астында 49. Үстінде 49-дан 36-ны алып тастайым. 13, е? 13. Болды? Міне, оп-оңай бол. Оп-оңай шығып кетті сонда, көрдіңіздер ме? Мынаны шығардық, көбейту 2-ден 7-ні жаза саламыз. Көбейту 2-ден 7. Так, енді ары қарай кеттік. Мына жерде менде көбейту бар. Мына жерде қысқартайық. Так, 5 пен 15 қысқарайық. Мына жерде 3, мына жерде бар. 449, 898 еді, по-моему, 444-ға бөлінетін сияқты. 898-ді бөлек 449-ға. Аха, 2 болады екен. 2-ні қысқартамын, мына жерде 2, мына жерде 1. Так, 1-ді 3-ке көбейтемін. 3 алыма. Астында 1-ді 2-ке көбейтем 2. Плюс, мына жерде 7-тен 3. Минус. Мына жерде көбейту бар, я? Мына көбейту бар. 2-ні қысқартайық, 49 пен 7, 7-ге қысқарады. 7 болады, мына жерде 1 болады. Үстінде, значит, 13-ті 1-ге көбейтем. 13. Астында 7-ні 2-ке көбейтем. 14. Так, ықшамдалды. Біршама ықшамдалды. Бізде қараңыздар, бөлімдерінде 2, 7, 14. Ортақ бөлімі не? Оңай көрініп тұр. 14 болады. 14-ті 2-ке бөлем 7. 14-ті 7-ге бөлем 2. 14-ті 14-ке бөлем 1. 3-ті 7-ге көбейтем 21. Плюс 3-ті 2-ке көбейтем 6. Минус 13-ті 1-ге көбейтем 13. 21-ге 6 қосам 27. Одан 13-ті алып тастайым 14. 14-ті 14-ке бөлем. Жауабы 1 шықты. Келесі 4-ші есеп. Бұл жерде де жай бөлшектерге айналдырайық. 23 бүтін 10-нан 6. 2-ке қысқартам 5, жерде 3. Сонда бөлімі 5. 73-ті 5-ке көбейтейік.
73 көбейту 5, 365, оған 3-ті қосам, 368. Так, значит, 5-тен 368. Так, минус, мына жерде 72,9-дан 5-ті жай бөлшектен ауырамыз, 9 жазам. 9-ды 72-ге көйтем. 648, оған қосам 5-ті 653. Жақшаны жабамыз. Так, бөлемін. Бөлуді көбейтумен алмастырып жіберейік. Бірде 6,15-тен 4. 15 жазып қоям. 15-ті 6-ға көйтем. 90, оған 4-ті қосам, 94. Так, енді біз орнын ауыстырып жатырмыз, сондықтан 15-ті жоғарға, 94-ті астына жазып кетеміз. Плюс 13-тен 7 көбейтемін. Жақшаның ішінде. Астына 3-ті жазам, 3-ті 20-ға көйтем, 60, 2-ні қосам, 62. Так, минус 7-ні жазам. 7-ні 19-ға көйтем. 133, оған 3-ті қосам, 136. Тең болады. Так, осымен біз жай бөлшектерге айналдырдық. Енді ары қарай шығарамыз. Мына жерде ортақ бөлім келтірейік. Ортақ бөлімі 45 болады, екеуінің жақшаның ішінде. 45 болады. Мынаған 9-дан келеді. Мынаған 5-тен келеді. Тоқтауыш көбейткіші 368 9-ға көбейтек. 3312. Минус 653-ті 5-ке көбейтек. 3265. Жақшаны жабамыз. Көбейтемін. 94-тен 5. 15. Плюс ары қарай 13-тен 7. Көбейтемін. Жақшаны ішін есептейік. Ортақ бөлімі 21 болады, 3 пен 7-ні көбейтеміз. Так, мына жерде 7-тен келеді, мына жерде 3-тен келеді. 62-ні 7-ге көбейтеміз. 434. Минус 136-ны 3-ке көбейтеміз. 408. Так, ары қарай. Жақшаның ішін орындайық. 45. 3312-ден азайтамын. 3265. 47 шықты. Көбейтемін. 94-тен 15. Плюс 13-тен 7. Көбейтемін. Жақшаның ішін орындаймыз. 21 жазып қоям. 434-тен 408 алып тастайым. 26. Енді мына көбейтулерді орындаймыз. Қысқартайық. 47 мен 94, 47 қысқарады, мына жерде 2, 5. 45 пен 15, 15-ке қысқарады, мына жерде 1, 3. 3-ті 2-ке көбейтемін. 6. Үстінде 1. Плюс мына жерде 7 мен 21, 3, 1, 13 пен 26 қысқарады, мына жерде 2, 1. Астында 3, 1-де 2-ке өтем 2. Ортақ бөлімі 6 болады, көрініп тұр. Мынаған 2-ден беріп. Сонда 1 плюс 1-ден жазып жіберейік. 1 плюс 4, 5 болады, сонда 5 бөлу 6 шығады екен. 5-ші есеп. Тоже жай бөлшектерге айналдырайық. Жақшаның ішінде 14. 14-ті 17-ге көйтем. 238, оған 5-ті қосам, 243. Жақшаның ішінде, минус 21 жазып қоям. 21 29-ға көйтем. 609, оған 4-ті қосам, 613. Көбейту. Так, енді қарасаңыздар, мына жақшаның ішінде үтірмен беріліп тұр, оңай болу үшін біз мына екеуін қосып жібере қояйық. Дәл осы тұрған күйінде 32,098-ді қосайық 5,902-ге. Сонда менде ровно 38 шығады. Яғни мұны қазір бөлшекке айналдырып, ол қиын болып кетеді, бізге. Сондықтан дәл осы күйінде қоса салсақ 38 шығады екен. 38-ді жақсасын алып тастап жаза берейік. Бөлу дейміз. Келесі жақшаны орындаймыз. Так, мынау 3 наныкі ғой. Так, 7-ні жазам. 7-ні 49-ға көбейтем. 343, оған 1-ді қосам, 344. Минус 21-ді жазам. 21-ді 30-ға көбейтем. 630, оған қосам, 640. Так,
сәл ықшамдадық. Ары қарай мына жақшаларды шығарамыз. Так, мына жерде 14 пен 21-дің ортақ бөлімін табу үшін. Так, 21-ді 2-ге көйтіп көрейік. 42 болады. 42 14-ге бөлінеді екен. Значит, ортақ бөлімін 42 деп аламыз. 42. Сонда 14-ге бөлгенде 3 болады екен. 21-ге бөлгенде 2 болады. 243-ті 3-ге көбейтем. Тоқтауыш көбейткішке 729. Минус 613-ті 2-ге көбейтем. 1226. Так, жақшаны жағамыз, көбейтеміз. 38 бөлеміз жақшаның ішінде. Мына жерде ортақ бөлімі көрініп тұр, иә? 21 болады ортақ бөлімі. Мынаған 3-тен келеді, мынаған 1-тен келеді. 344-ті көбейтем 3-ге 1032. Минус 640. Так, кеттік. 729-дан минус 1226-ны алып тастаймын. Минус 497 шықты. Минусын алдына шығарып жіберейік. Минус 497 бөлу 42. Көбейтем 38 бөлу. Мына жерде де тоже есептеп жіберейік. 1032-ден минус 640 алып тастаймын. 392 шықты. 392 бөлім 21-ге. Так. 497. Так, енді достар, мына жерде бөлуді көбейтуге алмастырып жіберуге болады. Қазір былай жасаймыз. Қараңыздар. 497 бөлу 42. Көбейтем. Мына 38-дің астына 1 деп есептейтін болсақ, 38 бөлу 1 деп жазу болады. Сіздерге түсінікті болу үшін. Бөлуді көбейтумен алмастырам. Екінші көшеттің орналастырам. 392 бөлу 20. Ойбай. Орындарын алмастыруға түкеттім ғой. 21 жоғарғы, 392 төменгі. Енді мынадай қызық бар. Мына үш бөлшекті бір-біріне көбейткенде, мына бір-бірімен қысқара береді. Мысалы, 42-мен мына жерде 21 қысқарады. 1, мына жерде 2 болады. Так, 38, 392 бөлу 38 десек, ол бөлінбейді екен. Жарайды, 2-ге қысқарта салайық әзірге, иә? 19 болады. 392-ні 2-ге бөлсек, 196 болады екен. 196 болады екен. 497 бөлу 196 десек, ол бөлінбейді екен. 3-ге қысқартып бөлейікші, 497-ні 3-ге бөлсек, бөлінбейді екен, иә, бұл да. Жарайды, онда осылай жаса салайық, барымен. Так, менде не шықты сонда? Менде мына үстінде 497 бар. Мына жерде 19 бар, мына жерде 1 бар. 497-ні көбейтем 19-ға. 9443. Асты 2 көбейту 396. 392. Енді осыны аралас бөлшекке айналдыратын болса, 9443-ті 392 болса, 24 бүтін болады. 392-ні жазып қоямыз. Так, 24-ті 392-ге көбейтсек, 9408, одан азайтам 9443. 35 болады екен. Яғни, жауабы осылай шықты. Достар, мына жерде біз минусты ұмытып кетіппіз. Мына минус көрінбей қалыпты. Мына алдында минус бар. Минус 24,35 бөлу 392 болады екен. Келесі 6-шы есепті шығарайық. Так, біріншісінде біз жай бөлшекке айналдырамыз. 81,15-тен 2-ні жақшаның ішіне шығайық. 15. 15-ті 81-ге көбейтем. 15 көбейту 81. 1215, оған 2-ні қосам, 1217. Минус 79,3-ті 1-ден көбейтейікші, достар. 79,3. Астында 10 болады. 10-ды 79-ға өтем. 790, оған 3-ті қосам, 793. Үлгеріп жатырсыздар ғой, мен әлесіп. Мына жерде үтірмен беріп тұр екеуі де. Сондықтан калькулятормен бірден есептеп жүрек. 24,04 минус 22,68. 1,136 шықты.
1,136. Яғни көбейтемін 100-136 деген сөз. Көбейту мына жақшаның ішінде тоже 3 бүтінді жазып қоямын. 3-ті жазып қоямын. 3-ті бірге көбейтем 3, 2-ні қосам 5. Плюс 9-ды жазып қоямын. 9-ды бірге қосам 9. Көбейтем 9, оған 1-ді қосам 10. Так, кеттік. Мына жерде ортақ бөлім. Бірінші жақшада ортақ бөлім 15-ті 2-ге көбейтем 30 болады, ортақ бөлімі. Мына жерде бізде 2-ден береміз. Мына жерде 3-ден береміз. Есептейік. 1217-ні 2-ге көбейтейік. 2434. 2434. Минус 793-ті 3-ге көбейтем. 2379. Так, көбейтемін. Мына жерде 136 мен 100-ді 2-ге қысқартайықшы. 50, 136-ны 2-ге бөлсек 68 болады. Так, тағы 2-ге қысқартайық. Мына жерде 25, 68-ді 2-ге бөлсек 34. Міне, значит, 34 бөлу 25 деп жазамыз, өзімізге оңай болу үшін. Так, ары қарай көбейтем. Мына жерде ортақ бөлімі көрініп тұр, үшінші жақсыда 9 болады. 9 болады. Мына жерде тоқтауыш көбейтуші 3, мынада 1. 3-ті 5-ге көбейтем. Бірден есептей жөнекер, достар. 3-ті 5-ге көбейтем 15, қосамын 10, 25. Бірінші жақшаны есептей жөнек. Астында 30. Мына жерде 2434-тен азайтам. 2379, 55 шықты. Так, көбейтем 34 бөлу 25. Көбейтем 25 бөлу 9. Так, 3 бөлшекті бір-бірімен қысқартамыз. Мына жерде 25 пен 25 қысқарады. Так, 30 пен 34-ті 2-ге қысқартайық. 17, 15 болады. Так, 15 пен 55-ті 5-ге қысқартайық. Мына жерде 3, мына жерде 11 шығады. И болған сияқты, по-моему. Сонда менде үстінде не қалды? 11-ді 17-ге көбейтем. Мына жерде 1 қалды, 11-ді көбейту 17-ге 187. Астында мына жерде 3 қалды, мына жерде 1, мына жерде 9 қалды, 21. Ой, 27 дегені. Так, енді осыны бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 187-ні 27-ге бөлсек, 6 бүтін болады екен. Астына 27-ні жасам, 6-ны 27-ге көбейтем. 162, одан 187-ні алып тастасам, 25 шықты. Сонда 6 бүтін 25 бөлу 27 шықты. Есі 7-ші есепті шығарамыз. 22 бүтін 125-ті мына жерде қысқаратын болса 4-тен 1 болады. Жай бөлшекке айналдырсақ, астына 4-ті жазам. 22-ні 4-ге көбейтем, 208, оған 1-ді қосам. 209 болады, мына жерге 22 бүтін 125-тің орнына 4-тен 209 деп жазам. Минус 49 бүтін 7-тен 1-ді тоже 7-ні көбейтем 49-ға 343 болады. Астына 7-ні жазам. 343-ға үстіндегі 1-ді қосам, 344 шығады. Көбейтемін. Мына жерде үтірмен беріп тұрғаннан кейін дәл осылай есептей салайық. 40 бүтін 01 минус 36 бүтін 81. 3 бүтін оннан 2 шықты. 3 бүтін оннан 2-ні жай бөлшекке айналдырсақ, қысқартамыз 5-тен 1. Сонда менде 5-тен 5-ті 3-ге көбейтем 15, оған 1-ді қосам 16 шығады. Бірден жазып жіберейік. 5-тен 16. Бөлемін. Жақшаның ішінде жай бөлшекке айналдырамыз. 6-дан 6-ны 6-ға бөлсем 36, оған 1-ді қоссам 37. Минус 42. 42-ні 2-ге көбейтем 84, 1-ді қоссам 85 шығады. Так, мына жерде мен кетіре салайын. Енді ары қарай. Мына жерде ортақ бөлімге келтіру керек. Тең болады. Жақшаның ішінде ортақ бөлімі бізде екеуінің көбейтіндісі 4 пен 7-ні 28 болады. Так, мынаған 7-тен берем. Мынаған 209-ды 7-ге көбейтсем. Көбейтем 7. 1406
63 минус 344-ті 4-ке көбейтейік. 1376. Көбейтемін. 16 бөлу 5. Бөлемін. Так, тақшаның ішінде ортақ бөлім тоже келтіреміз. Ортақ бөлімі 42. Көріп тұр. 42-ні 6-ға бөлсек, мына жерде 7-тен келеді. 42-ні 42-ге бөлсек, 1-ден келеді. 37-ні 7-ге бөлсек, 259. Минус 85. Ақшаны жабамыз. Так, ары қарай. 1463-тен азайтайық. 1376-ны 87 шықты. 87 бөлу 28 көбейтемін. 16 бөлу 5. Енді мына бөлуді көбейтумен алмастырамыз. Мына жерде не шығар? 259-ды 85 тастаса, бізде 174 шығып тұр, жоғарысынан 174 шығып тұр. Екінші бөлшектің біз орнын ауыстыру керек, сондықтан бірден ауыстырайық. 174-ті астына, 42-ні үстіне жазамыз. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын, достар. Енді қысқартамыз. Так, 174-ті 87-ге бөліп көрейік. Бөлінеді екен, бөлінеді екен. 87 134 қысқарады екен, 2 болады, мына жерде 1 болады. Так, 16 мен 2-ні қысқартайық. Мына жерде 1, мына жерде 8. Так, 8 бен 28 8-ге бөлінбейді. Оны біз 4-ке қысқартайық. 4-ке қысқартсақ, 7 болу керек. Мына жерде 2 болады, сонымен болған сияқты. Так, үстінде 1, 2, 42 қалды. Значит, 2-ні 42-ге бөлсем 84. Астында 7, 5, 1 қалды. 7-ні 5-ге бөлсем 35. Енді осыны бұрыш бөлшекке, аралас бөлшекке айналдыратын болсақ, 84-ті 35-ге бөлсем 2 бүтін болады. 35. 35-ті 2-ге көбейтем 70, 70-тен 84 алып тастасам 14 қалды. Значит, 2 бүтін 14 бөлу 35 болады екен. Достар, соңғы 8-ші есеп. Бір айта кететін жайт, 7-ші есепте сіздерде кітапта 2 бүтін 14 деп беріліп тұр екен жауабы. Мынаны, в принципе, 84-ті 35-ге бөлсеңіздер, калькулятормен 2 бүтін 14 шығады. Яғни бұны былай аралас бөлшек ретінде қалдыруға болады, үтірмен де жазуға болады. 2 жауапта негізі дұрыс. Так, енді 8-ші есепке кетейік. Бірінші жақшаны осылай калькулятормен есепте салайық. 28 бүтін 124 минус 29 бүтін 11. Менде минус 0,86 шықты. Так, минус 0,86 дегенді, так, минус 0,86 деген 100-ден 86 деген сөз. Бірден бөлшекпен жазамыз, 2-ге қысқартатын болсақ, 86 бөлу 2, 43 болады. Мына жерде 50 болады. Значит, минус 50-ден 43 деген сөз. Минус 50-ден 43. Осыны тастайық. Так, көбейтемін. Мына жерде жақшаның ішіндегі тоже 11-ден 100-ден 75 дегенді жай бөлшекке айналдырсақ, 25-ге қысқартсақ, 3-ні 4 болады. Сонда 4-ден 11 4-ке көбейтем 44, оған 3-ті қосам 47. Значит, мына жерге жазамыз 47 бөлу 4 плюс. Так, ары қарай 30 бүтін 6-тан 5-ті ауыстырамыз. 6-ны жазып қоям. 6-ны 30-ға көбейтем 180, оған 5-ті қосам 185. Бөлемін 40 бүтін 10-нан 4. Так, қараңыздар, 40 бүтін 10-нан 4. 2-ге қысқарсам 2, 5 болады. Сонда 5-тен 5-ті 4-ке көбейтем 200, оған 2-ні қосам 202. Жазайық, 202 бөлу 5. Минус 3-ті жазып қоям. 3-ті 6-ға көбейтем 18, оған 1-ді қосам 19. Тең болады. Так, барлығын жай бөлшекке айналдырдық. Енді ары қарай есебімізді шығарайық. Так, мына минус 43 бөлу 50-ді әзірге жазып қоям. Минус 43 бөлу 50. Көбейтем. Мына жерде ортақ бөлімі 24. 24 мынаған толықтауыш көбейткіш 6-да, мынаған 4-тен келді. 47-ні 6-ға көбейтейік. Так, 47 көбейту 6, 282 болады.
плюс 185-ті 4-ке көбейтейік. 740. Так, бөлеміз. Мына жерде ортақ бөлімі 15 болады. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 3-ке бөлсек 5 болды. 202-ні 3-ке көбейтсек 606. Минус 19-ді 5-ке көбейтсем 95. Так, ары қарай кеттік. Минус 50-ден 43-ті әзірге жазып қоямын. Көбейтем. Мына жерде бірден есептеп жіберейік. Астында 24, 282-ге қосам 740. 1022. Мына бөлуді көбейтумен бірден алмастырайық, достар. Сіздер уже барлығын керемет білесіздер, шығара аласыздар. Бөлуді көбейтумен алмастырып, мына астында 15-ті жоғарға жібереміз. 606-дан 9-ды аламыз да, 95-ті аламыз да, оны астына жазамыз. 501. Так, қысқартайық. Мына екеуі қысқарады. Мынау 1 болады, мына жерде 2 болады. 511-ге қысқарады. Так, 50 мен 15 қысқарады. 5-ке, мына жер 3 болады, мына жер 25 болады. Так, 2 мен мына 24-ті қысқартайық. 12-ге. Тағы. Мына 12 мен 3-ті қысқартып жүруге бар. 4 болады. Так, и сонымен бізде болған сияқты. Сонда бізде не бар? Минус. Үстінде 43, мына жерде 1 қалды, 43. Астында 25, 4-ке көбейтем 100. Минус 100-ден 43 шықты сонда. Минус 100-ден 43, немесе 43-ті 100-ге бөлсек. Минус 0,100-ден 43 шықты. Достар, кешірім сұрайым. Мына жерде қате 5-ке қысқартқанда, мына жерде 15-ті 5-ке бөлгенде 3, мына жер 25 емес 10 болады ғой. 50-ді 5-ке қысқартқанда 10. Сонда менде астында 10-ды 4-ке бөлсек 40 болады. Так, сонда менде 43-ті 40-қа бөлсек, мынау 1,40-дан 3 қой сонда. Минус 1,40-дан 3 болады. Осымен біздің есебіміз аяқталды. Егер сізге видео пайдалы болған болса, онда лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.